Мен Байжұманова Дильназ, Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінің химия-биология бағытында оқимын. 9 мамыр жеңіс күніне орай Ұлы Отан соғысы ардагері Дәулетбеков Амантай туралы айтамын. Амантай Дәулетбеков Жамбыл облысы Майтөбе ауылында 1917 жылы 10 қарашада дүниеге келген. 1941-1943 жылдар аралығында Қызыл армияның аға сержант қызметін атқарған. 1943 жылы 9 шілдеде соғыста қаза тапты. Адамзат тарихындағы ең сұмдық соғыстың болып өткеніне 75 жыл толды. Бірақ ұлы жеңістің ұмытылмайтыны сияқты соғыс та ұмытылмастай ізін қалдырды. Сол сұрапыл жылдары қазақ халқы өзінің отанына, жеріне деген патриоттық сезімін, ұлттық мақтанышын дәлелдеді. Жеңіс күні абыройымыз бен даңқымыздың мерекесі. Табандылық пен ерлік, отанға деген сүйіспеншілік қатал соғыста жеңіске жеткізді. Жеңіс күні құтты болсын.